Алла сақтасын да, қазір осы отырған біреуіміздің жүрегінен бар ғой, бүйтіп Алла қазір бүйтіп иманды алып қалса, кәпір болып қаламыз. Дереу. Өйткені бізде ғылым жоқ. Біз Аристотель, Афлатон емес, біз мынаның бәрін олар осыны физиканы зерттеп келіп, жаңа метафизиканы шығарған ғой. Метафизика деген мә уара табиға. Мына біз көз көріп тұрған дененің артында көзге көрінбейтін не бар деген ғой. Ақыл жетпейтін. Бірақ сол ана жерде кішкене ғана бүйтіп Алла иманға келуін қаламады, таба алмай кетті сөйтіп. Біз ешкім емеспіз. Қазір осы отырған біреуімізден бүйтіп чик деп алып қалса, не істеп отырмын дейсің? Құптанға дәріске келсін. Не дәрісті? Ақида деген не? Алланы тану. Оны біреу көріп келіп па дейді. Бітті. Шығып кетеді. Шығып кетесің бұлар. Берге бір 5 жыл болды, 10 жыл болды намаз оқып жүрген. Жоқ деймін, білген жоқпын дейсің. Сондықтан сендер ойлап қалмаңыздар, бірдеңені біліп келіп отырмыздар. Сіздерге Алла бүйтіп иман беріп қойды, сосын ғана танып отырмыз біз Құдай. Сол үшін ғана сеніп отырсыздар сіздер. Иманды алып қалса, қазір сіздер жәннат тозаққа сенбейсіздер, пайғамбарға сенбейсіздер. Айтады, біреу барып келді ме дейсің. Көріп келдім, сен хауас сезім мүшесіне сүйіп қаласың болды. Міне біздің байлығымыз сол иманымыз. Басқа ештеңе емес. Сол иманнан Алла айтады, Раббана ла тузиг қулубана бағда исмадин. Алла, сен бізді хидаятқа алып келгеннен кейін оны алып қойма дейді. Алып қойма дейді. Алып қалса, тілсіз болып қаласың сұрасың. Сол. Барасың, ішесің, ұрлық жасайсың, араласың. Қойса, не үшін қоям дейді. Ертең сұрау бар ғой. Кім сұрайды дейді. Қой дейді. Алла жоқ дейді. Көрсет маған дейді. Солай болып қаласың. Құрма, сондықтан Алла тағала бізге иман берді. Соны имам тағауи битауфиқилла. Сізде қазір Алла бар ма? Сіз дәлелдедіңіз ма? Жоқ. Просто тауфиқ берді, болды ғой. Анау, бізге жаңағыда бүйтіп бір соғыс ардагерін бүйтіп, значогын таға салған сияқты да. Ешқайсымыз соғыс көрген жоқпыз да, таға салдық да. Бүйтіп отырмыз жаңағы. Соғысын жоқ, көрген жоқсың. Міне сол үшін Алладан біз қарызбыз Құдайға. Ол бұлай тану, Алла хидайат қиын. Оны ізденген адамдар ақиқатты ізденген. Біз альхамдулилля ғой, бізді шырет дүниеге шыққанда Алла бізге беріп қойсаң ғой, қолдан жаңағы значок тақ қойсаң ғой. Ал егер Алла біз кейде ойлайсың оны, адамдар неге ойланбайды деп. Ол Құдай хидаят бермегеннен, мына нәрсені сену бар ғой, ол қиын. Ол мынаған тез сенемейді, мына стақанның ішінде құйылып тұрған су деймін, таза су. Сенесің? Мен айтам, ал енді жәннат бар, жәннат таза. Жоқ, оны қабылдамайды. Иман болмаса қабылдай алмайсың оны. Ол иманмен ғана болатын нәрсе. Мен айтам, мынау ыстық емес, салқын дедім. Көріп тұрсың? Қол ұстап тұр, міне. Сенесің. Біз сондаймыз біз. Сондықтан альхамдулилля деңіздер. Маңдайды сәждеге қойып жылаңыздар. Алла, мен кім едім? Маған сен хидаят бер. Кім едім мен? Түгім жоқ қой, түгім. Асып бара жатқан түгім жоқ. Сондықтан сіздер ешқашан бір ойлап қалмаңыздар, мен Құдайға бірдеңе істедім. Жоқ, ештеңе істеген жоқсыздар. Және олай ойлап та қалмаңыздар, ол болмайды. Алла, мен саған мұқтажмын. Сен маған намаз оқыттың, сен маған ораза ұстаттың. Сен қабыл етші мені осы ораза. Сен айтады, неге Алла мұсылмандарға көмектеспейді дейді. Не үшін көмектесу керек бізге? Айтшы. Сонда айтқың келіп тұрған типа намаз оқисың, ораза ұстайды екенсің, күнәға арақ ішпейді екенсің. Сол үшін көмектесу керек па? Саған соның бәрін істетіп тұрған Құдай ғой. Алла міндетті емес бізге. Көрдіңіз, ақида деген осы.